Фрэнсис есімді жігіт таудан шаңғы теуіп келе жатқанда біртүрлі нәрсені байқады. Қардан сноуборд шығып тұрды. Ол дереу тоқтап қалың қардың арасынан батып, не болған тексеру үшін қайта көтерілді. Сол жерге жеткенде Фрэнсис сноубордшының бірнеше метрлік қардың астында төңкеріліп көмілгенін көрді. Үйреленіп, ол адамның қолын тапқанша қолымен қаза бастады. Тыныс алатындай үлкен шұңқыр жасағанша қазуды жалғастырды. Бақытына орай жігіт тірі қалды. Содан кейін Фрэнсис рюкзагынан күрек алып, оны толығымен қазып алды. Бұл нағыз керемет болды. Ол уақытында жетті. Ал сноубордшы әлемдегі ең бақытты адамдардың бірі болып шықты. Бейнеролик ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліңіз. Good. Oh shit. All right, how you doing? You good? I'm good. Okay, good. We'll get you out of here in a sec, okay? Take your time, man. Yeah, dude. Yeah, you're good, man.